Менің атым Жамиля, жасым 31-де. Массаж саласында жүргеніне міне 4 жыл болды. 2 салонымыз бар, 15 сотруднигіміз бар. Адамдарды оқытамыз. 200-ге таман оқушымыз бар. Тамаша. Бұған қалай жеттің сен? Өйткені 4 жыл бұрынғы Жамиля мен бүгінгі Жамиля өте разный деп айтайын, қазақшасында қалдым. Қалай жеттің бүгінге? Қандай қиындықтар болды? Қазір қалай, ощущение қалай? Ощущение енді жер мен көктей. Өйткені мен бастаған кезде, бұрында массажист болып өзім жұмыс істеп жүрген кезде күніне 7 адам, 9 адам қабылдайтынмын. Ол туралы менің инстаграмымда, менің портфолиом, ол да сол туралы. Енді мен қалай бастадым, соны бүкіл инстаграмда жазылған. Күніне неше адам қабылдадым, қалай менде выгорание болды, қалай мен прайсты көтердім. Және де осындай дәрежеге жету үшін мен қандай амалдар, іс-әрекеттер істедім, Егер де мен сол 4 жыл бұрынғы, 3 жыл бұрынғы Жамиля болсам, күніне сол 7 адам, 9 адам қабылдап жүрсем, мен осы дәрежеге жетпес едім. Мен просто өзімнің миымды, яғни мышлениемді өзгерте бастадым. Ол үшін мен әртүрлі обучениялар, жаңағы курстарды сатып ала бастадым. Сенмен жаңағы менторствомен жұмыс жасадым. Өзіміздің Қазақстанның сен жек көрсең де жаңағы бизнес бастау, Ахметбек Нұрсила, оған көп алғыс айтамын. Сол кісінің ең бірінші обучениесін өттім. Айша Будиновтың әртүрлі обученияларын өттім. София Рожновская дегеннің обучениесін өттім. Бас кезінде мен обучениенің барлығы осы бизнесқа байланысты обучениялар болды. Соларды өттім. Одан кейін 2 жыл бойы мен сол бизнес обученияларды өттім. Менде бірақ қана сертификат болатын. Соған енді түсінесің бе, сенесің бе? Бірақ сертификат, адамдар сертификатқа да қарамайды екен. Шквал, прям адамдар хочу к Жамиле деп солай кеп жатты бізге салонға. Хотя мен өзім лично адамдарды 8 ай ғана қабылдадым. 8 айдан кейін менде уже бір сотруднигім болды. 8 айдың ішінде мен 1,5 миллион кредитімді жаптым. Күніне 5 мың теңге табам, 7 мың теңге табам, 20 мың теңге табам, 50 мың теңге табам. Сол ақшаның 2 мың теңгесін ғана қалтама қалдырам да, 48 мың теңгесін барып ол кезде қарызда жүрмін ғой. Бірінші этажда бізде жаңағы Алиханова 37-дің бірінші этажда Каспий банктың терминалы бар. Соған барамда 48 мың теңгесін төлеп тастаймын дағы. Сол жаңағы 1,5 миллион кредитті мен 8 айдың ішінде жауып тастағам. 8 айдан кейін мен уже миыммен ойлана бастадым. Так, что-то не то. Менде уже кішкене выгорание басталды. Мотивация кетіп қалды. Мотивация кетті, мен уже кредитті жаптым ғой. Екінші кредит алмадың ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Вообще кредит алған емеспін одан кейін. Кредитті жаптым да, менде уже кішкене выгорание бола бастады. Өйткені мен күніне 7 адам, 9 адам қабылдағанда менің весім 54 килограмм болып қалды. Апарық, бойым 170. Салонға кіріп келген кісілер қарайды маған, айтады, сіз маған массаж жасайсыз ба деп. Енді арықпын ғой. Иә деп, бірақ кушеткаға жатқан кезде, ой деп жатқан кезде, сіздікіндей массажды вообще көрмеппін деп, солай әйтеуір кетіп жататында. Сол кезде айтатында, блин, бүкіл адам хотят то, как Жамиля, помнишь этот момент? Все хотят то, как Жамиля. Мен не помощникті алдым. Қалай мен ол адамдарды менің помощнигіма жіберем дегендей. Менде сондай запрос болған, менде сондай сұрақ болған. Менде сонда сол потолоктан или сол уровеньнен мен өсе алмай тұрғанмын да. Сол кезде сен айтқансың, бесплатно жаса массажды или скидка жаса. Ну, главное айтатынсың да, енді забей. Жазда көр, егер ұнамаса, ұнамайды ол адамға, ұнаса ұнайды деген сияқты. Мен даже сол решениеға келе алмағамда өзіммен өзім самостоятельно. Жарайды, жаңағы қызды алдым, Наргиза деген қыз, оған тоже мұны алғыс айтам. Шымкенттің сондай ширақ жылпоз қыз. Сосын мен ана жақта кушетканың ар жағында тығылып жатам, мынандай ширмалар болады, кушетканың ар жағында тығылып жатам. Сен де жатасың ба? Клиент келеді, айтады, я же к Жамиле записалась деп. Сосын айтады, а Жамиля уже қабылдамайды, или там Жамиля обучениеде жүр, Жамиля повышениеде жүр деп. Сөйтіп айтады дағы, мен сізге массаж жасаймын, мен сізге қазір массаж жасаймын, бесплатно мен сізге, бесплатно демейді, мен сізге қазір массаж жасап беремін, мен де массажым дәл сол Жамиля, менің екеуміздің ұстазымыз бір деп айтады. Егер де менің массажым сізге ұнамайтын болса, бесплатно массажға ақша төлемей қойсаңыз болады дейді. Сол мен айтқаным бойынша адаммен қалай сөйлесу керек, қалай массаж жасау керек, одан кейін рекомендацияны қалай беру керек, соның бәрін істеп береді. Прям молодец қыз. Ана кісі Жамиляға келдім деген ұмытады, ақшасын төлейді, сол жерде курсын алады, солай өстік. Одан кейін сол бір сотрудник болады, одан кейін 2 сотрудник болады, одан кейін 3 сотрудник болады. Біз уже решаемся
Ой, айта берсең история көп. Душ коюуга уже кичкене жанагы 20 квадраттан уже 45 квадратка өсөбүз. Ол кезде жанагы кичкентай ремонт жасайбыз, уже кичкене аппараттар сатып алабыз, уже кичкене жанагы кушеткалар сатып алабыз. И сол кезде арендамыз биздин 65 000 теңге болгондо мен ойлойм, мен төлөй аламбы 65 000 теңгени деп, прикинь. Блин, это было смешно. Но на тот момент реально мен сол бүкүл этаптардан өттүм. На данный момент бізде қазір Алалыкинада арендасы бар, и және Тәттімбеттің арендасы бар. Екі жердің арендасы біздікі 500 000-нан асып кетеді. И легко. Төлеп тастайсың ал ақшаны. Бұрынғыдай ойламайсың 65 000 теңге, Алла маған жібере қойшы клиентті деген сияқты. Қазір 150 000 болған кезде жылаған дейсің. 150 000 болған кезде вообще шок болғансың ғой. Өзің ойлашы, енді 500 000 теңгені біз қазір спокойно төлеп тастаймыз. Қалай төлеп тастаймыз? Өйткені бізде система бар. Бізде администратор бар, екі салонда. Администраторларға задачаны беріп қойғансың. Каждый күн сайын 10 000 теңгеден просто чисто осы арендаға төлеп отырасың. Сол кезде сенің қалтаңнан 10 000 теңге кетіліп жатқанда сезілмейді даже. Спокойно төлейсің аренданы. Айтып жүрмейсің, мен 500 000 теңге аренда төлеймін, скидка жасаңдар деген сияқты. Сол как-то солай. Тамаша. Ал қазір сонымен 4 жыл болды. 15 000 сотрудник, 15 сотрудник. 18 000 адам қабылдап тастадық 4 жылдың ішінде. 4 жыл адам, 18 000 адам. 200 ученик. 200 ученик. Қандай оборот қазір? Оборот жаздың кезінде көбірек, қазір бізде 5-6 миллион. Бізде өзі сезон істеген бар. Осы августтың кезінде то, что балаларын оқытады, кішкене басылып қалады. Күздің кезінде, это как сказать, күз и весна, күзбен міне көктемнің кезінде енді далада сляк, мына ауа райы, бір күн күннің көзі бар, бір күн жаңбыр. Адамдарда, если честно, осындай депрессивное состояние дейді ғой. Көрпенің астында жатып алып, үйде жатқылары келеді. Массажға да это тоже чувствуется. Ол всегда чувствуется, каждый год чувствуется. Жаздың кезінде, ойбай, ойлайсың, 3-4 салонды ашып тастайын ба деп. До такой степени прям мынандай пик болады. А именно осы күздің кезінде және көктемнің кезінде бізде спячка болады. Ол кезде әртүрлі жаңағы абонементтер, курстар өзін ойлап табуың керексің. Қазіргі біздің осы бір айдың ішіндегі оборот ол 5-6 миллион. Жаздың кезінде альхамдулилля биыл бірінші рет 10 миллионға шықты. Құтты болсын. Сонда жылына сіздерде бір 60-тан 100 миллионға дейін оборот болды. Оны айтпай-ақ қойшы, мы жеткендер өздері ойлансыншы, қазір скажет вообще миллионерша. На самом-то деле это не так. Амин, болсын. Амин. Қандай ощущение бар? Міне, қазір 31-дегі Жамилясың, жаңағында 50-60 миллион оборотым бар, талай мыңдаған адамды обслужили, үлкен штат сотрудникім бар. Ощущение қандай? Бір екі ауызбен айтсам. Ощущение енді кайфовое. Бүкіл задачаларды делегировать тастағансың. Өзің жұмысқа келесің. Сенің рөлің кім бұл жерде? Бастық ретінде, предприниматель ретінде. Мен просто задачаларды беріп тастаймын. Менеджерға осы звоноктарға отвечаешь, WhatsApp-ға отвечаешь, дайректке отвечаешь. Мені администраторға беріп қоясың, закупты алып келесің, жаңағы пищевой пленкаларды алып келесің. Бұрында салпақтап соның бәріне өзім жүретінмін. Қазір мен салонға келем тек қана обучение үшін. Обучение келеді, қыздарға келеді, соларға өзімнің историямды айтып беремін, массажды үйретемін деген сияқты болды. Енді как сказать, салонға келесің, ақшаны аласың да кетесің деген ғой. Осыдан 4 жыл бұрынғы Жамиля менің офисымда қарасам. Айтпай-ақ қой. Мен аны істей алмаймын деп тұрған Жамиляға қарасам. Қалай ойлайсың? Былай, жер мен көк па? Иә, жер мен көктей. Оның бәрі именно осы услугаға кеткеннен. Өзіне өзім бастық болып, және де жаңағы әртүрлі обученияларды өткеннен кейін болып тұр. Егер де мен сол күйі ақ рубашканы киіп ап, ақ қаламды ұстап ап, ақ парақты ұстап ап, банкте отырып 120 000 зарплатаға қанағат етсем, мен әлі сол Жамиля болып жүрер едім. 4 жылдың ішінде ешқандай прогресс болмай, өспей. Ненеш, 15 адам туралы сөйлесек, каждый ол адам бұл жерде біреудің қызы, біреудің шешесі, біреудің әйелі дегеніміз. Олар қазір средний зарплаталар қандай доходтары? 200-250 бір айда. Бір айдың ішінде. Күнне бір 6-7 клиент қабылдап, ол 6-7 сағат қана. 6-7 сағатта 200-250. Ал мекемеде жұмыс істесең таңғы 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін
Ондай зарплата алудың өзі қиын. Ондай зарплата алудың өзі қиын. Акиматта жұмыс істейтін адамдардың өзі 120-150 мың алады. И то ол начальниктер таңғы 9-дан кешкі сағат 10-ға дейін. Өйткені ол адамдарды мен қайдан білемін, маған обучениеға келіп жүр ол адамдар. Сол айтады, менің зарплатам 80 мың дейді. Начальник болып жүрген адамдардың зарплатасы 187 мың теңге деді ма? И то оның стажы 31 жыл, 35 жыл. Содан кетіп начальниктер бізге келіп массажды оқып жатыр. Сонда сенің қалаға жасап жатқан үлесің ол 15 семьяны асырауға көмектесіп жатсың, 15 семьяға. Сосын налогы бар, осы мемлекетке келетін. Осы қалада сен жаңағындай ұстайтын ақшаң бар. Соның барлық үлесі сен осы қалаға бір айына жоқ дегенде 10-15-20 миллион теңгеге дейін оборот жасаватсың өзің. Сондай үлесің бар ғой қазіргі таңда. Ол үлес қалай? Жаңағы пищевой пленка солар ма? Бүкілмен, бәрімен бірге санаған кезде. Тамаша. Болашақ міне сенің осы іспен айналысам деген немесе басқа да кәсіппен айналысам деген адамдарға қандай не айтқың келеді, не істе деп айтқың келеді, қандай бір пожеланияларың болса? Жаңағы адамдарға айтатыным жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу керек деген өзінде де біреуге емес, өзіне де өзі емес. Просто надо действовать дейді ғой. Действовать деген қалай болады қазақша? Іс-әрекет, иә? Іс-әрекет керек та. Менің өзімнің танитын қаншама қыздарым бар, әртүрлі обученияларды өтеді, бірақ іс-әрекет жоқ. Обучение миллиондап өтіп жатыр. 8 мың теңгенің обучениесі бар, 100 мың теңгенің обучениесі бар, 200 мың теңгенің обучениесі, 50 мың теңгенің обучениесі бар. Бірақ действие жоқ, іс-әрекет жоқ. Мен бүгін ғана обучение сатып алсам, мен уже 3-4 модульда жатам. И сол модульда не айтып жатады? Білмесем де әйтеуір бірдемені қойып, смайлигін қойып, эмоджиін қойып, бірдеме әйтеуір топ-линктарын жасап, регистрациясын жасап, бірдемені тырысып жатам соны істеуге. Сол керек та, көп адамдарда действие жоқ. Я білім алады, оқиды, ақшаны тратить етеді, бірақ іс-әрекет жоқ. Осыдан енді 4 жылғы алдымыздағы Жәмила 35-те болсаң, қандай болады деген ойдасың, қандай болғанын армандайсың? Бірінші очередь енді ойлаймын, клиникам болады деп. Алла қаласа, өзім қазір медколледжде оқып жатырмын, 2-ші курс студенті. Сол өзім жаңағы айтып жатырмын ғой, клиника ашсам ба деген енді ол арманым, иә. Бір Алла біледі, 4 жылдың ішінде өліп кетеміз бе, тіріміз бе деген сияқты. Және де жаңағы енді штат сотрудников өсіргім келеді, иә, Алла қаласа. Басқа қалада ашқан еді ме? Если честно, мен қазір больше обучениеға кетіп жатырмын. Я бұл салондар қала береді, бірақ именно вот обучениеға сұраныс көп болып жатыр. Бұрында помнишь, обучениені өзін жасай алмай, ойбай, қиналатынымда. Оның бүкілі жаңағы установка, жаңағы уровень нормы. Сол енді 4 жылдан кейін, Алла қаласа, ойлаймын енді бесплатный обучениеларды өткіземін, жаңағы многодетный, жоқшылықта жүрген адамдарға, тоже енді менторство дейді жаңағы. Сондайға да көшетін шығармыз енді. Бір Алла біледі, если честно, вообще даже ертеңгі күнінде предприниматель болсам да не планирую. Это мой косяк. Түсінікті. Жақсы, үлкен рахмет. Кеп тұрыңыздар. Болды.